Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылым нәресте жайлы болмақ. Атақты түс жорушы Ибн Сирин түс көру жайлы былай деген: жалпы түс көру адамның жағдайына және қалауына байланысты. Нәрестені түсіңізде көру жақсылықтың белгісі деген. Енді сол нәрестені түсіңізде көрсеңіз қалай жоримыз, соған тоқталып өтейік. Түсіңізде нәресте қыз баланы көрсеңіз, мейірімділікті, өмір сүруге деген талпынысыңызды және жомарттықты білдіреді. Түсіңізде кішкентай нәрестені көтеріп жүрсеңіз, оны ұстасаңыз, онда қайғыдан кейінгі жақсылық пен жеңілдікті білдіреді. Егер түсіңізде ұл баланы қолыңызда ұстап жүрген болсаңыз, онда белгілі адамнан қымбат сыйлық алатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде нәрестені көру жақсылықтың белгісі, жаңа өмір бастағаныңызға ишара. Түсіңізде кішкентай қыз баланы сатып алғаныңызды көрсеңіз, рухани жан тыныштығыңызды тапқандығыңыздың белгісі. Егер түсіңізде ұл баланы сатсаңыз, онда бір жеңілдіктің белгісі. Түсіңізде қамауда отырған баланы көрсеңіз, бостандықтың белгісі. Әйел адам ұл баланы түсінде көрсе, үлкен олжаға тап болғандығының белгісі. Кімде-кім түсінде бір кішкентай баланың үлкен ер адамдардың тобына қосылғанын көрсе, онда өз баласының күш-қуатты, батыл әрі жақсы болатындығына ишара. Егер түсіңізде ер баланы көрсеңіз, дұшпаныңызбен дос болып кетуіңізге ишара. Егер түсіңізде кішкентай балаға айналып кетсеңіз, онда өзіңіздің жомарттығыңыз бен әдептілігіңіздің жоғалтқаныңыздың белгісі. Түсіңізде ер баланы сатып алып жатсаңыз, онда бір қайғының келетіндігінің белгісі. Түсіңізде жылаған кішкентай баланы аяғыңызға сүйретсеңіз, балаларды ұрғаныңызға ишара. Ибн Сириннің тағы бір түс жоруы былай болған: бір ер адам келіп түсінде өзінің жүкті әйелінің дүниеге ер бала әкелгенін көрген. Сонда Ибн Сирин әйелің дүниеге қыз бала әкеледі деп жорыған. Ал тағы бір ер адам келіп әйелін дүниеге қыз бала әкелгенін көрген. Оған ұлды боласын деп жорыған екен. Достар, бүгінгі түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, подписаться бөлімін басып, және де қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.